Алғашқы адамдардың қоршаған орта туралы ой-пікірлері. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда жер бетінде алғаш діни сенімдердің қалай қалыптасқаны және соған байланысты ежелгі адамдардың табиғаттағы тылсым күштер мен дүниеден өткен ата-баба әруағына сыйыну дәстүрінің қалай пайда болғаны, сондай-ақ анимизм, тотемизм және фетишизм терминдерінің қандай мағына беретіні жөнінде толымдық түсінік аламыз. Діни сенімдер бірден пайда болған жоқ. Өйткені алғашқы адамдарда өлген адам о дүниеде тіріледі деген ой болмаған. Алғашқы адамдар табиғаттың қатаң құбылыстары мен жыртқыш аңдар алдында әлсіз болды. Адамдар табиғат жұмбақтарына, жаңа адамның өмірге келуі мен өлім құпиясына ой жүгіртіп, назар аудара бастады. Осыдан келіп, алғашқы діни сенім қалыптасқан. Дін жаратушы иеге, құдіретті күшке сенуден туындаған амал әрекет, іс-қимыл жиынтығы. Алғашқы адамдардың діни наным сенімдері әркелкі болған. Соның ішінде дүниеден өткен ата-баба әруағына сыйынуды әруаққа табынушылық дейміз. Ал адамдар мен жануарлардың тегі бір деп есептелініп, жануарлар мен өсімдіктерге табыну тотемизм деп аталса, тас, бойтұмар, су, аспан секілді жансыз заттарға табынушылық фетишизм деп аталды. Сонымен қатар алғашқы адамдар өлген адамның жаны өмір сүреді деп ойлаған. Ал діни сенімнің мұндай түрі анимизм деп аталады. Кейінгі палеолит адамы өзінен бұрынғы адамдардан рухани жағынан анағұрлым жоғары тұрды. Мұны табиғи бояулар мен үңгір қабырғасына салынған ежелгі суреттерден көруге болады. Үңгір қабырғасы мен төбесінде жылқы, бизон, аң аулау көріністері және дәстүрлі би қимылдары бейнеленген. Сонымен қатар олар сүйектен адам мүсінін ойып жасай білді. Бұл кезде әсіресе рудың және тайпаның пірі болып саналатын әйел ана бейнесі кең тараған. Бұл адамдарға саз әуені де жат болмаған. Олар ұрып ойналатын аспаптар ырғағын сезіне білген. Қазба жұмыстары кезінде табылған жануарлардың бас сүйектерінің кей жерлері ойылып қалғанына қарағанда, мұны барабан есебінде қолдан ортан жіліктермен ұрғылап әуен шығарғанға ұқсайды. Тау шатқалдарындағы жартастарды діни сенімдер мен әдет ғұрыптардың орталығы деуге болады. Өйткені оларда осындай мақсатпен салынған суреттер, яғни петроглифтер көптеп кездеседі. Мұндай орындардың біріне Алматы облысындағы Тамғалы шатқалында тасқа салынған суреттерді жатқызамыз. Алайда мұнда тас дәуіріне жататын суреттер сирек кездеседі. Бұл жерде мереке күндері ата-баба рухына, жаратушы күшке табыну ғұрыптар өтетін болған. Әсіресе өзінің сәулесімен бүкіл табиғатқа жан бітіріп, оны тірілтіп тұрған күн айрықша құрметтелген. Осы мереке кезінде де адамдар сурет салып, қоршаған орта туралы өзінің көңіл күйін білдірген.